Сәлеметсіздер ме балалар? Біз бүгін әдебиеттік оқу сабағын бастаймыз. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы суды қалай ішеді деп аталады. Оқу мақсаты шығарманың мазмұнын бірлесе құрастырған жоспар бойынша немесе өз сөзімен толық таңдауына қарай мазмұндау, сахналау. Балалар, біз бүгін сабағымызды бастамас бұрын мына жұмбаққа назар аударайық. Бар ма жоқ па, оны анық білмейсің. Ол жоқ жерде өмір сүріп жүрмейсің. Ол не екен, жұмбақтың жауабын бәріміз бірге анықтайық. Жақсы, жұмбақтың жауабын тапқан болсаң, өте керемет. Жұмбақтың жауабы су екен. Жақсы, балалар, сусыз еш тіршілік иесі өмір сүре алмайды екен. Біз жаңа сабағымызды бастамас бұрын өткен сабағымызды қайталап алайық. Біз өткен сабақта судың қасиеттерін атаған болатынбыз. Енді барлығымыз сол судың қасиеттерін бірге атайық. Су ол дәмсіз, иіссіз, пішінсіз, түссіз және мөлдір болып келеді. Жақсы. Балалар, сусыз өмірді елестетіп көріңдерші. Көзімізді жұмып, сусыз өмірді елестетіп көрейік. Ең бірінші көз алдымызға не елестейді? Жарайсыңдар, сусыз өсімдік атаулылар қурап қалады. Адамдардың өмір сүруі төмендейді. Тазалық болмайды. Жануарлар тіршілік ете алмайды. Және біз тағам түрлерін дайындай алмаймыз. Жақсы, бүгін біз Сейіл Боранбаевтың «Жануарлар қалай су ішеді» өлеңдерімен танысатын боламыз. Сейіл Боранбаев 14 қаңтарда Қызылорда облысы Қазалы ауданының Сағындық ауылында дүниеге келген. 1953 жылы Қызылорда қаласындағы педагогика институтының тарих факультетін бітірген. 1957 жылға дейін Қостанай облысының Торғай, кейін Жангелдин атындағы Қызылорда облысының Қазалы аудандарында мұғалім болып қызмет атқарған. Балалар, жануарлар суды қалай ішеді екен? Оқулықтағы 91 және 92 бетті ашып, өлеңдерді бірге тыңдайық. Жануарлардың өзара су ішу айырмашылықтарын анықтап, дәптерлеріңізге түртіп алып, жазып отырыңдар. Мұқият болыңдар. Жануарлар суды қалай ішеді? Жылқы атасы, қамбар ата. Мұқият тыңдаймыз. Жан-жағына елеңдеп, үзіп-үзіп ішеді. Тұнық суға тереңдеп, жүзіп-жүзіп ішеді. Себебі не сондағы тың талғанбас болғаны. Қой атасы, шопан ата. Бас алмастан семіріп, демде қанып алады. Томпаң-томпаң жүгіріп, өріске ұзап барады. Себебі не сондағы адал момын болғаны. Түйе атасы, ойсыл қара. Ұзын мойнын қашыққа бұрып тұрып ішеді. Асық мейлің асықпа, тұрып ішеді. Себебі не сондағы сабырлылық болғаны. Сиыр атасы, зеңгі баба. Қара мұның айласын байқап-байқап ішеді. Шаңырақ мүйіз дәу басын шайқап-шайқап ішеді. Себебі не сондағы сәл мазаңдау болғаны. Ешкінің иесі, сексек ата. Қойлар менен таласып, иықтасып ішеді. Әркімге бір жанасып, тиіп қашып ішеді. Себебі не сондағы ұшып қонба болғаны. Ит шашыр атып шығындап, жалап-жалап ішеді. Жан-жағына ырылдап, қарап-қарап ішеді. Себебі не сондағы тым қызғаншақ болғаны. Мысық көзін жұмып көлгірсіп, жалап-жалап ішеді. Бәрін өзі білгірсіп, санап-санап ішеді. Себебі не сондағы сонша сараң болғаны. Жарайсыңдар, жануарлардың өзара су ішу айырмашылықтарын анықтап, дәптерлеріңізге түртіп алып, жазып алған болсаңыздар, енді әр жануарға тән суды қалай ішеді, ол қандай болғандықтан деген сұрақтарға жауап бере отырып, сәйкесін бірге табайық. Жылқы, ол қандай суды қалай ішеді, кәні ойланайық. Жақсы, жылқы ол талғампаз суды үзіп-үзіп ішеді.
Қой қандай? Ол суды қалай ішеді? Жақсы, ол момын суды сіміріп ішеді. Сиыр қандай? Ол суды қалай ішеді? Жақсы, сиыр мазаңдау суды шайқап-шайқап ішеді. Ал ит қандай? Ол суды қалай ішеді? Жақсы, ит ол қызғаншақ суды қарап-қарап ішеді. Келесі, мысық қандай? Ол суды қалай ішеді? Жақсы, ол сараң суды санап-санап ішеді. Ал түйе қандай? Ол суды қалай ішеді? Жақсы, ол сабырлы суды тұрып-тұрып ішеді екен. Ал ең соңғысы бізде ешкі, ол қандай және суды қалай ішеді екен? Жақсы, ол ұшып қонба суды тиеп қашып ішеді екен. Жарайсыңдар. Балалар, енді біздің тапсырмамызды бағдаршам әдісі арқылы қорытындылайық. Егер де түсінсеңдер, жасыл түсті таңдаңдар, әлі де маған көмек қажет десеңдер, сары түсті таңдаңдар. Ал егер мен түсінбедім десеңдер, қызыл түсті таңдаңдар. Жарайсыңдар. Бұл тапсырманы барлығымыз түсіндік деп ойлаймын. Балалар, енді мына суреттерге назар аударайықшы. Балалар, өздерің қандай сусынды ұнатасыңдар? Қай сусын пайдалы деп ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар. Газдалған сусындар адам ағзасына өте зиян. Ал айран, қымыз, шұбат адам денсаулығына пайдалы сусындардың қатарына жатады екен. Жарайсыңдар. Енді үшінші тапсырмамызға кезек берейік. Яғни бұл жерде бізде мәтін берілген. Мәтінді мұқият тыңдап, шығарманы мұқият оқып, қажетті ақпараттарды тауып, судың пайдасы мен зиянын салыстырыңдар. Мұқият тыңдаймыз. Судың денсаулыққа пайдасы. Судың адам өміріндегі маңызы өте зор. Су адам миының жұмысын ұлғайтып, қан айналымын жақсартады. Адам күнделікті өмірде суды пайдаланады. Сөйтсе де, судың ластануы біздің өмір сүруімізге өте қауіпті екен. Ол әлемдегі адам денсаулығына қауіп төндіреді. Ол адамдарға ғана емес, сонымен қатар суға өмір сүретін көптеген басқа өсімдіктер мен жануарларға да қауіп төндіреді екен. Жақсы, ендеше балалар, бүгінгі біздің өткен тақырыбымыз бойынша, өткен тапсырмамыз бойынша өзімізді бағалайық. Яғни бүгін сендер шығарманы іштей саналы түрде түсініп, оқыдыңдар, көз жүгіртіп, шолып, түртіп алып, қажетті ақпаратты тауып, анықтадыңдар. Белгі қойып, сын тұрғысынан бағалап, сәйкесін таба алдыңдар. Жарайсыңдар. Балалар, бүгін біздің сабағымызды білім қоржыны әдісі арқылы қорытындылайық. Егер де сендер қызыл түсті қоржынды таңдасаңдар, өте жақсы түсіндім. Мен үшін қызықты болды. Егер де мен сабақты жақсы түсіндім десеңдер, көк қоржынды таңдаңдар. Ал егер де тақырып бойынша әлі де ізденуім керек десеңдер, сары түсті қоржынды таңдаңдар. Бүгінгі тапсырмамыз, яғни бүгінгі сабағымыз сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Сендерге үйге берілген тапсырма, яғни үй жұмысы, өздеріне ұнаған кез келген үй жануары туралы өлеңді жаттап келіңдер. Оқулықтағы 91 және 92 бет.